Сенің баяғы бывшаяң қазіргі досыңмен жүріп кетсе. Жан, пока. Пока, Жан. Не дедің? Ты ештеңе болатын. Машинаны сықпа, іші бірдеңе. Жан, мен саған сыйлығым бар. Қандай сыйлық? Міне. Рахмет, Жан. Тура осындай бар емес па сенде? Ештеңе. Такси! Жан, ертең екеумізде қыз болса, атын... Әлия деп қоямыз. Ештеңе. Официант! Мамасы сондайды осындай уақытта. Айттым ғой. Қайдан білесің? Білмеймін ештеңе бар. Аза! Так, келем, брат. Аза деймін! Жан, екеуміз бірге боламыз, мен сені ешқашан тастамаймын. Не күлесің? Натуре не күлесің? Жай, өзім. Ештеңе. 9 грамм свинца и нет пацана. Когда ты в стильном одежде. Қалайсыңдар ағайындар? Қашмайсың досым? Қалай досым? Жолда құлпыр кетсің. Әншіктер азық тұрмын, жолғамыз, аманшылықта. И когда ты в спортивном одежде. Қалайсыңдар ағайындар? Что там, Ассалаумалейкум, бауырым. Қалайсыңдар? Исап, қалай? Қолды қарасаңдаршы. Тренировка істеп жүрсің. Спорт, образ жизни. Кеттік ағайын, түнді тартылайық. А теперь ты в домашней форме. Люди меняются так. Йорка, кола берші. Рахмет! Давайте, жігіттер, бізге бүгін жеңіс керек, хотя бы ничья, давайте. Пас. О, нормально. Енді теп. Ой, қисығаяқ, елки. Қисығаяқ мынау. Елки, елімізде бір нормальный бір тебетін футболист жоқ қой. Тасташы, елки. Жәнібек. Әлі далада жүр ма? Жәнібек. Қайт үйге бол, тамақ ішеміз. Давай тезет. Блин, ребята, я домой. Вот ты даешь. Құрметті ата-аналар, балаларыңызды ерте үйге кіргізсеңіздер, елімізде таланттар өспейді. Қазақстанның футболы сіздердің қолдарыңызда. Қазақстан футбол федерациясы.